Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында жасалынатын фри дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін 5-6 дана картошка және де шым-шым тұз, ақ май керек болады. Бірінші картошкамызды тазалап, аршып, таза суға тазалап жуып аламыз және осылай соломка етіп турап газетіміздің үстіне орналастырып аламыз. Газет не үшін? Себебі картошкамыздағы суларды өзіне сорып алу үшін. Картошкада сулар өзіне сорып алынса, картошка әдемі болып қызарып пісетін болады. Осылай суын сорғызып аламыз. Сәл тұз сеуіп, қызып тұрған майымызға түсі қызыл болғанша қызартып алатын боламыз. Біздің фрейіміз дайын. Ендеше осы каналдағы видеом сізге ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, қоңыраужаны басып, пікір қалдыра кетіңіз.